Қайырлы күн достар, бүгін біз 7-ші сыныпқа арналған 2-ші тоқсанның 90-дық жиынтық бағалауын талдап өтейік. Қандай сұрақтар кездеседі? Ең алдымен бірінші сұрақ: берілген қатарларды сәйкестендіріңіз. Сіздерге элементтер берілген, соның аттарын сәйкестендіру керек. Бірінші тұрған бұл бізде күкірт. Екінші Б-да купрум. Купрум ол мыс. Силициум. Силициум бұл бізде кремний. Цинк бізде мырыш. Түсінікті? Кеттік әрі қарай. Элементтердің ядро құрамындағы элементар бөлшектерді анықтаңыз. Сіздерге кейбір кестенің ішінде кейбіреуінің протон саны берілген, кейбіреуінде элемент, кейбіреуінде электрон саны, кейбіреуінде нейтрон саны берілген. Енді электрон, нейтрон, протон сандарын барлығын Менделеев кестесінің реттік нөміріне қарап тауып аласыздар. Мен сіздерге алдын ала тауып іздеп. 11 протоны бар, бұл бізде натрий. Оның 12 нейтроны бар. Электрон мен протон саны 1. Алюминий, протон саны 13, оның электрон саны мен нейтрон санын анықтау керек. Электрон саны протон санына тең болады, ол да 13, ал нейтрон саны массасынан алып тастағанда 14 қалады екен, формула бойынша. Үшінші болып тұрған бұл бізде протон саны мен электрон саны 15-ке тең, реттік нөміріне қарап бұл плюмбум екенін көреміз. Плюмбумның нейтрон саны 16-ға тең екен. Кеттік әрі қарай достар, кестеде қосылыстар берілген. Осы қосылыстардың қайсысы күрделі заттар орналасқан қатарды табыңыздар деген, тек жай заттар орналасқан қатарды табыңыздар деген мен сіздерге алдын ала жазып кеттім. Міне. Мынау бізде күрделі, ал екінші тұрған бізде жай заттар. Күрделі деп 2 элементтің қосылғаны, ал жай заттар деп бір ғана элементтен тұрған заттарды айтып тұрмыз. Келесі 4-ші сұрақ. Берілген жай заттардың тізімі ішінен артығын алып тастаңыз дейді. Енді мына жерде қайсысы бізге жай зат, ал қайсысы бізге күрделі зат? Жаңа жоғарыдағы 3-ші тапсырмаға ұқсайды. Кальций хлор 2, натрий 2С, P2O5, плюмбум С, хлор 2. Осылардың барлығы бізде күрделі заттар болып тұр. Қалған бәрі жай зат. Жай заттың тізімін қалдырып, мұнда көшіріп жазсаңыздар болады. Келесі сұраққа мән беріңіздер. Берілген тапсырмада атомдардың құрамындағы бөлшектер санын анықтап, дұрыс немесе бұрыс жауаптарын таңдаңыздар. Бұл жерде де жаңағыдай нейтрон, протон, электрон санына қарай литийдің, фосфордың, алюминийдің көрсетілген мәндер бұл бізге дұрыс па, бұрыс па, соны анықтау керек. Литийдікі дұрыс. Литийдікі дұрыс болып тұр. Фосфордікі дұрыс емес болып тұр. Себебі міндетті түрде нейтрон саны бөлек болу керек. Және алюминийда бізде дұрыс емес болып тұр. Ауаның сандық және сапалық құрамын сипаттау. Ауаның құрамындағы газдардың үлесін диаграмма түрінде көрсетіңіз. Сіздер әрине диаграмма сызуларыңызға болады, бірақ мен бұлай сөзбен жазып кеттім. Ауаның сапалық құрамы оттек 21%, азот 78 және инерттік газдар 1% құрайды. Диаграмма ішінде жануды қолдайтын газ ол бізде оттек. Оттек ауаның құрамындағы жануды қолдайтын газ. Келесі сұрақ. Заттар ауада да таза оттекте жанады. Осы процестің ұқсастығы мен айырмашылығын кестеде көрсетіңіздер.
Ұқсастығы бұл өнімдері оксидтер алынады, ал айырмашылығы ауада 1/5 бөлігі оттек. Азот жануды қолдамайды. Бұл айырмашылығы болып келеді. Енді оксидтерге индикаторлардың әсерін ескере отырып кестені толтырыңыз. Калий оксиді мен көміртек 4 валентті оксиді берілген. Бұл жерде калий оксиді бізде негіздік оксид, ал көміртек 4 валентті оксид бұл қышқылды оксид, себебі оны лакмус пен фенолфталенді тамызып отырып цветіне қарай ажыратып алдық. Кеттік ары қарай. Соңғы сұрақ. Атмосфера құрамы ғаламшардың тарихи қалыптасуы барысында өзгеріп отырды. Оның негізгі себебі адамның шаруашылық белсенділігі және табиғи құбылыстар. Ауаның құрамы әр елді мекенде әртүрлі болады. Ал енді сұрақтар. Атмосфералық ауаның тұрақты компоненттерін көрсетіңіз. Жаңағы сұрақта да диаграмма сызатын сұрақта да кездесті, ол жерде азот, оттегі, инертті газ. Бұл барлығында бірдей болады. Атмосфералық ауа құрамындағы тұрақсыз компоненттерді атаңыз. Неліктен бұл компоненттер тұрақсыз? Көмір қышқыл газы бұл жану процесі, сутек булары ауа райының ылғалдылығы. Келесі. Адамның қандай тұрмыстық қажеттілігінен табиғи құбылыстар нәтижесінде ауа зиянды газдармен ластанады? Қандай табиғи құбылыстар? Бұл жер сілкіну, жанартау атқылауы, өрт болғанда жер сілкінуі, жанартау атқылау, өрт болғанда жер сілкіну. Мынау қайталанып кетіпті. Жалпы осыны жазып кетесіздер. Зиянды газдардың ауаға бөлінбеу жолдарын ұсыныңыз. Отын түрін басқа зияндылығы аз отын түріне алмастыру, электромобильдерді қолдану деп екі тәсілді ұсынып отырмыз. Келесі сұрақ. Атмосфераны зиянды газдардан қорғау жолдарын жазыңыз. Бұл жасыл ел бағдарламасына сәйкес көгалдандыру. Түсінікті, ағаш егу, ормандарды кеңейту деген секілді жасыл ел бағдарламасына сай көгалдандыру жұмыстарын жүргізе отырып атмосфераны сақтайды екенбіз. Осымен 7-ші сыныпқа арналған 90-дық жиынтық бағалауды талдап өттік. Сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырып сұрай берсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы. Қош, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.